Жуалы ауданы Күйік асуында апатты жағдай орын алды. Тас жолдың тәлкегімен Запорожец маркалы автокөліктің табаны тайып, жолдан шығып кеткен. Төбесінен төңкеріле барып тоқтағанымен қоймай, артынан жалынға ораныпты. Бұл қыс 2019 республикалық командалық штабтық жаттығу барысында төтеншеліктерге берілген алғашқы тапсырма. Расыменде қытымыр қыстың қылығы басталар уақыт таяу, ал құтқару қызметі қыстық кезеңге дайын ба? Толығырақ тәжірибе алаңына барып қайтқан әріптесім Нұрлан Әбдікәрім тарқатсын. Оқу-жаттығу жұмыстары Батыс Қытай, Батыс Еуропа автодәлізінде орналасқан учаскеде 3 бағытта жүргізілді. Алғашқысы Күйік асуында жол апаты салдарынан туындаған кептелісті жойып, құтқару жұмыстарын жүргізу болды. Мұнда арнайы топ жалынға оранып жатқан көлікті қауіпсіздендіріп, жеңіл көлік және автобус қақтығысын қарады. Бұл тәжірибе барысында мамандар қыстың қарашаға жасайтын мұндай қысымын қайтаруға дайын екендіктерін дәлелдеді. Тас жолда тайғақ кешкендерге көмектесу үшін төтеншеліктердің техникалық жасақтары да қалыпты екені байқалды. Содан кейін қатты боран салдарынан айдалада адасқан аңшы мен малшыларды іздестіру жұмыстары жүргізілді. Бұл бағытта жоғалған жандарды жедел табудың мүмкіндігі молайғаны бар. Айтар болсақ, мамандар жерден ғана емес, көктен де арнайы дрондар арқылы ғайып болған адамды қарайлай алады. Айта кетейік, бұл құрылғының қуаты 8 сағатқа жетеді. Іздестіру, авариялық құтқару жұмыстарында қолданамыз. Бұл аппараттың мүмкіндіктері биіктігі 500 метр және алыс арақашықтық 5 километрге дейін барып келе алады. Және де өзінің бейне камерасы бар. Бейне камерасының мүмкіндігі 10 есе көбейтіп, жақын көрсете алады. Оған дейін бұл қолданыста әлі қолданған жоқпыз. Қазіргі кезде тек қана оқу-жаттығуда қолданып жатырмыз. Ал суға түссе батпайтын, жолды таңдап жатпайтын мынадай көліктің көбейгені көңілге қуаныш ұялатады. Өйткені бұл алып машина 80 км/сағат жылдамдықта кең даланың сайынан өтіп тауына дейін бағындыра алады. Қазірде мұндай 3 техника бар екен. Бұл Россияда жиналған арнайы техника. Суда да 1,5-2 метрге дейін судың тереңдікте кешіп өте алады. Ішінде 8 адамға дейін сияды. Одан артық салмақ көтермейді. Бірақ 8 адамға дейін зардап шеккен адамдарды сыртқа алып шығуға ыңғайлы. Қаһарлы қыстың қатты желі электр желісінің үзілуіне сеп болып та жатады. Бұл бағытта Жамбыл электр станциясының бригадасы апатты жайтты қалыпқа келтіру бойынша жаттықта. Осылай 3 түрлі тапсырмадан сәтті өткен төтеншеліктер 2019-2020 жылға арналған қысқы кезеңге дайын екендіктерін айтады. Сонымен қатар биылғы жылы облыс әкімінің тікелей қолдауымен қыс кезіндегі төтенше жағдайларды жоюға қолданылатын Треко жол таңдамайтын Балатоход Везоход 2 көлік алынды. Және де 5 жоғарғы жүрісті жол таңдамайтын өрт сөндіру автокөлік алынды. Сонымен қатар авариялық құтқару жасақтары да алынды. Бұл енді бізге жергілікті атқарушы орган тарапынан жасалып жатқан үлкен қолдау. Бүгінгі тәжірибелік іс-шараға бас-аяғы 692 адам және 231 техника жұмылдырылды. Айта кетейік, мұндай оқу-жаттығулар облыстың барлық аудандарында өткізілді. Нұрлан Әбдікәрім, Азат Байтемір, Жеті Ньюс, Жуалы ауданынан.